Сәлем сұлу қыздар, қал жағдайларыңыз қалай? Мынау жаздың аптап ыстығында күнге күйу мүмкін емес, күнге күйіп қарайып кетіп жатамыз. Енді сондай кездері үй жағдайында қандай маска жасауға болады? Бетке ағартатын және нәрлендіретін. Мен сіздерге бүгін керемет маска түрін көрсетпекшімін. Ол үшін бізге лимон шырыны және де қиярдың шырыны керек болады. Бұл масканы аралас типті беттерге, сонымен қатар қалыпты және де майлы бет типтеріне жасауға күнделікті болады. Ал егер сіздің бетіңіз құрғақ болатын болса, онда бұл масканы күнара немесе 3 күнде бір рет жасасаңыздар болады ағару үшін. Бұл масканы жасау үшін бізге лимон шырыны 1 шай қасы және де мына қиярды біз кішігірім үккіштен өткіземіз. Сосын шырынын аламыз, екеуін араластырамыз да бетімізге кәдімгідей жағып шығамыз. Мынандай кисточкамен жақсаңыздар болады. Специально маскаларды жағуға арналған кисточка сатып алсаңыздар керемет. Прям жаққан кезде сондай нежно болып тұрады, но қазір кішкене қатып тұрған кезі ғой, жаңа алдында жуып қойғаннан. Қазір қайтадан салған кезде суға ол жұмсарып шыға келеді. Соны былай беттеріңізге жаққан кезде керемет бір салонда жатқандай әсер болады. Алып алыңыздар, қымбат емес, бір ары кетсе бір 700-800 мың теңге тұратын шығар. Зато өмір бақи демей-ақ қояйын, бір 5-6 жылға хотя бы жеткілікті болады. Ал қыздар, масканы жағып жіберейік бетімізге. Кәдімгі су сияқты маска болды. Марлямен немесе ватный диспен жақсаңыздар болады. Көздің айналасына және ерінің айналасына жақпай қойыңыздар. Болды. Тағы бір слой жағып жүрсеңіздер болады. Сөйтіп 15-20 минуттан кейін жылы сумен жуып тастайсыздар. Тағы 1-2 слой жағуға болады жететіндей. Бір қасықтан 1 шай қасық лимон шырыны, 1 шай қасық қияр шырыны шықты менде. Соны бетке жақтым араластырып. Енді 15-20 минуттан кейін жуып тастаймыз. Жылы сумен жуып тастаймыз, сонымен дәкемен сүртіп тастаймыз. Минут өтті, бетімді жуып тастадым. Жұмсақ болып тұр бетім, және кішкене қызарған әсер бар. Сіздерге көріне ма, көрінбей ма, кішкене қызарып тұр. Қызарған 5 минутта кетіп қалады және ағара бастайды. Күнделікті жасаймын. 1 апта көлемінде немесе 3-4 күн көлемінде үй бетім жақсылап ағара шыға келеді. Жасап көріңіздер, маған ұнайтын маскалардың бірі. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер каналыма. Күнделікті керемет маскалар, керемет жаттығулар, керемет массаждар, беттеріңізді өз қалпында, әжімсіз, әдемі балғын қалпында сақтаудың неше түрлі әдістері, кеңестері осы каналда. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.